Номері 50-ші Жұлдыз балабақшасы қалалық білім бөлімінің Қызылорда қаласындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын 1989 жылдың мамыр айынан бастап жұмыс атқарады. В своей работе используем развивающие методики обучения. Это ТРИС-технология, технология игровая, и применяем также методику Воскобовича. Балабақшада 25 педагог, 10 топ, 1 логопед жұмыс жасайды. Оқу тәрбие жұмысы 8 топта қазақ тілінде, 2 топта орыс тілінде жүргізіліп келеді. Әдістемелік кабинет теориялық және тәжірибелік материалдар, оқу процестерін ұйымдастыруға қажетті материалдармен жабдықталған. Медициналық кабинет санитарлық ережелерге сәйкес жабдықтандырылып, оқшаулау бөлмелері жұмыс жасайды. Балабақшада өзін-өзі тану, ән, саз залдары, меңгеруші, шаруашылық меңгерушісі, әдіскер кабинеттері жұмыс істеуге қолайланып жабдықталған. Бұл балабақшада біз әртүрлі технологиямен жұмыс жасаймыз, яғни ТРИС технологиясы, ойын технологиясы, акта кабинеттері жұмыс жасайды. Ата-аналар мен бүлдіршіндер арасында оларды жетілдірудің тың жолдарын қарастыра отырып, дәстүрлі және дәстүрден тыс түрінде белсенді жұмыс жүргізілуде. Сонымен қатар 2016-2017 оқу жылында балабақша тәрбиеленушілері бірнеше қалалық байқауларға белсенді қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр. Ботагөз Бекмаханова, Нұрсұлтан Ескендір, Қызылорда облысы арнайы білім айнасы үшін.